Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен шоколадты рулет дайындаймыз. Керекті заттардың барлығын видеоның астында көрсететін боламын. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып, үстіне қант сеуіп, әбден ағарғанша миксерлейміз. Одан кейін какао, қамыр қопсытқыш және ұнды қосып, біркелкі масса болғанша тағы да миксерлеп аламыз. Одан кейін пергамент төселген противеньге массаны құйып, біркелкі етіп жағып шығамыз. Алдын ала 180 градус қысып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің бисквит дайын. Енді ыстық күйінде осы видеодағыдай бірден орап қоямыз. Бисквит суығанша кремді дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға творожный сыр және үй температурасындағы сары май, одан кейін вареная сгущенканы салып, біркелкі болғанша миксерлейміз. Біздің креміміз міне дайын, осылай болып шығуы керек. Енді бисквитті ашып, ортасына кремді біркелкі етіп жағып, видеодағыдай орап шығамыз. Қалған кремнің барлығын бетіне жағып шығамыз біркелкі етіп. Екі жақ шетін кесіп аламыз әдемілігі үшін. Қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мен шоколадты ерітіп, осылай әдемі узорлар жасадым. Одан кейін ұсақталған арахисті пайдаландым.
Осымен біздің шоколадты рулетіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.